Жолаушының жолақысы. Бірде Ұлықпан кәкім жолда бір аттылы кісіге кез болады. Екеуі әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне ілінеді. Күн кешкіреп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүреді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шесесі қарғанып, ойбай көктенек, жалғызымның түбіне жеттің-ау деп, еңіреп әлгі баланың желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қарақұсқа түйіп бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді де, ақылын ашу-ыза билеп әйелді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша 5-10 уақыттың ішінде 4-5 адам қаза табады. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршігеді. Бұрылып серігіне қараса, ол селк етпестен көз алмай қарап тұр екен. «О, ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой. Бұл не сұмдық? Барып ажыратпаймыз ба?» деп атын тебіндей бергенде, әлгі кісі қолынан ұстап, үндемей тыныш тұр. «Бұның бәрін жасап жатқан мен» дейді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бір-ақ біледі. Былай шыға бере, «Уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдың. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба?» деп сұрайды. Сонда Әзірейіл, үйленіп, некеңді қидырған күннің ертеңіне өмірің үзіледі. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер деп атын қамшылап кетіп қалады. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт екен. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болады. Уайымнан жағы суылып, жүзі қуарып жүдеп кетеді. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Бұны естіген қызы бар адамдар, «Мына неменің несі дұрыс емес шығар. Үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табылатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып, шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі, «Ертең періште, жаныңды алуға келгенде сен оған, екеуміз сапарлас болып едік. Жолаушының жолақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол тілегіңді айт дер. Сен сонда Құдайдан 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер» деп қолқа сал дейді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетеді. «О, Ұлықпан, дәм тұзың таусылды. Кеудеңдегі жан аманатыңды тапсыр» дейді. Сонда Ұлықпан, «Ей Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік. Менің жолаушылық ақымды бер» дейді. Сонда Әзірейіл, «Уақытым тымас, тез айт» дейді. «Маған Тәңірден 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер. Әйтпесе, жол ақымды ақыретте сұрап, жаныңа жабысамын» дейді. Әзірейіл мұна сөзді естігенде сейіліп тұрып қалады. Сосын Алладан, «Уа жасаған, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер» дейді. Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді. «Не істейін?» дейді. «Пендемнің өлетін күнін айтпауың керек еді». Ол қайғырып, уайымға салынды. Оның жолақысын талап етуі, қолқа салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. «Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім» дейді қақта қала. Ақылда елдің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Құпияда қатын ақыл айтады деген сөз осыдан қалған екен. Содан бері ел арасында жолаушы ақысы, дос ақысы деген сынды салттар пайда болған деседі. Ұлықпанның екінші бір аңызында Хаким бір жас баламен сапарлас болады. Жас жігіт салған жерден, «Ақсақал, жолымыз бір сияқты. Әңгіме айтыңыз, жол қысқарсын» дейді. Сонда Ұлықпан, «1000-ның түсін білгенше бірдің атын біл» дейді де үн-түнсіз жүре береді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап,
Ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз дейді. Ұлықпан кәкім бұрылмастан. Балам, отырған орныңды сақта дейді. Бала бұл сөздің де мәнісін аңғармайды. Сәлден соң ата, болмаса білгеніңізді айтыңыз. Біз де біле жүрейік дейді. Сонда Ұлықпан, балам, асылыңды сақта дейді. Бала ішінен мына бір қырсық шал екен деп ойлайды. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілігеді. Ұлықпан, балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын деп баланы жұмсайды. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар құман сұратқан кісінің есімі кім дейді. Бала атын білмеймін дейді. Ауыл жұрты, құман сұратқан молданың атын білмейтін қандай кісісің? Сапарда қарияның атын сұрамай, насыбай сұрадың ба деп ұрысып жібереді. Бала қайтып келіп ақсақалдан атын сұрайды. Сонда қария, Ұлықпан кәкім деген кісі сұратып жатыр деп айт дейді. Ұлықпанның атын естігенде ауыл ақсақалдары оның алдынан шығып қарсы алады. Қой сойып қонақ қылады. Ұлықпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп, есікке ығыса береді. Ұлықпан бұны әдейі байқамаған болып отыра береді. Серігі босағада отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болады. Ет турап отырғанда бір бала оның кездегін сұрап алып қайтармайды. Ұлықпан кәкім мұны да байқамаған сыңай танытып отырады. Қонақтар тарқаған соң серігі Ұлықпанға, ата, кездегімді бір бала алып бермей кетті, алып бересіз бе дейді. Ертесіне аттанарда Ұлықпан қасындағы жас баланы көрсетіп, мына бала немере інімнен қалған жалғыз тұяқ. Осыдан 1 жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездек қадалып тұр. Содан бері бұл кездектің егесі табылар ма екен деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кездектің егесі осы ауылдан табылды дейді. Ауыл ақсақалдары кездекті алған баланы шақыртады. Кездекті не үшін алдың деп сұрағанда, еш нәрседен хабары жоқ, қанмен қаперсіз тұрған бала, бұл кездек менікі деп жауап береді. Бұл уәжді пайдаланған Ұлықпан. Өз сөзі өзіне куә. Інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген деп құн сұрайды. Алған бала, кездекті ойнап алып едім деп азар да безер болады. Ұлықпан құндаулап отырып алады. Ақсақалдар шарасы құрып, айып бізден, төрелігіңді өзің айт дейді. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқы алғанмен інім тірілмес. Баласына ер тоқыммен ат мінгізіп, шапан жабыңдар, осымен бітісейік деп төрелік айтады. Ел жұрт бітімге риза болып сұрағанын береді. Ұлықпан кәкім ауылдан ұзаған соң жас жігітке, кездескен күні жөн сұраспадың. 1 көргенің біліс, 2 көргенің таныс, 3 көргенің туыс деген. Таныспай жатып әңгіме сұрадың. Мен саған мыңның түсін білгенше бірдің атын біл дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен 1 құманға 2 бардың. 2-ші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл дедім. Сөз мәнісін білмей, босағадан бірақ шықтың. 3-ші мәрте асылыңды сақта дедім. Боз балалар басынып кездегінен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып, өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездегіңді әперемін деп, келеңсіз дауға келіктім. Бұдан болай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара депті. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Іштарлығы шыдатпай, сынақты сылтау қылып, оны зынданға тастатады. Ақылды болса, осы зынданнан аман шықсын дейді.
зынданның аузын көміп үстіне егін ектіреді. Зынданға қамарда ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына бір дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша ас жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденең кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық енші тәуіпті жинап, егер ем таппайтын болсаңдар, бәріңді дарға асамын дейді қаһарланып. Сонда бір қария тұрып, Ұлықпан деген данышпан бар. Әміріңізбен зынданға қамалғалы жарты жыл болды. Өліп қалмаса, бұның емін сол біледі дейді. Патша дереу зынданда аштырып әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарады. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрайды. Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз, сонда жазыласыз. Болмаса ажалыңыз осы дәнектен дейді. Патша шошып кетеді. Ақыры уәзірлерін үгіттеп көндіреді. Ұлықпан оның баласын байлап сарайға алдырады. Патша баласын өлімге қимай жылай береді. Кәкім оған, жүрегіңіз шыдамас, баланы тасалап, перденің арғы жағынан бауыздаймын дейді. Ұлықпан перденің артына білдірмей бір қой әкеп жасырады. Сосын, ей жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді, әкең үшін құрбансың деп, баланы емес, жандағы қойдың өңешін пышақпен орып жібереді. Қой қор етіп қалғанда, патша жан жүрегінен бұлқынып, тұла бойы сілкініп, бар даусымен шыңғырып жібереді. Сол кезде іріңдеп тұрған тамағы барш етіп жарылып, құрма сүйегі аузынан атып жібереді. Өзі де есінен таңады. Сәлден соң есін жинап қараса, баласы алдында отыр екен. Ұлықпан патшаға балаң аман дейді. Патша оған риза болып сый-құрмет көрсетеді. Қоштасарда, мен саған дұшпандық қылдым. Сен болсаң мені ажалдан алып қалдың. Қалайша кек алмадың дейді патша. Сонда Ұлықпан кәкім, жақсыда кек болмайды. Кек болса, тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегіне қақтың нұры дарымайды деген. Ақылды адам дұшпаннан дос жасайды. Достан бауыр жасайды. Бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектенбеймін. Құдайсыз қурайда сынбайды. Бірде сапарлас серігіме бөтен ауылдың балалары қиянат жасады. Соның ақысын әперемін деп жалғандау көтеріп құн төлеттім. Бұл азабым сол өтіріктің жазасы. Әділ Құдай себепсіз басқа іс салмайды деген екен. Жолаушыны жын шайтаннан сақтайтын амал. Адам ата Хауаны Ібіліс тауыс және жылан жұмақтан қулады. Адам ата Үндістандағы Сарандит тауына, Хауаны Арабиядағы Жидда тауына, Ібілісті Басраға түсіреді. Иракта бүкіл оқиға көп болатыны содан екен. Жыланды Исфаханға, тауыс құсын Йеменге түсіреді. Адам ата жерге түскеннен кейін Ібіліс барлық айла шарасын қолданып, оны өлтіруге тырысып бағады. Жер жүзіндегі барлық мақұлықтарды, хайуанаттарды оған айдап салады. Сендерді қырып жоятын адам келді. Оны қалайда өлтіріңдер деп азғырып бағады. Аңдар жиналып адамды өлтірмекші болады. Құстар келіп адамның басын шоқиды. Адам ата Тәңірден жәрдем сұрайды. Жәбірейіл, мұна 3 жануардың басынан сипасаң, саған қияметке дейін қызмет етеді. Сені қорғайды дейді. Олар ит, жылқы, қыран құс екен. Қыран құстардан, ит аңдардан қорғапты. Ал жылқы малы адамның ең жүйрік көлігі болыпты. Ібіліс дұшпандық әрекетін жалғастыра береді. Адам атаға тісі батпаған Ібіліс енді Жидда тауында жалғыз қалған Хауанаға қастық істеуді ойлайды. Хауана Тәңірге жалбарынып көмек сұрайды. Сол кезде
көктен періштелер түсіп, Мекке қаласының айналасын дөңгелетіп сызады. Ібліс сызықтан өте алмайды. Хауа Іблістің қастығынан құтылады. Періштелер сызған сызық кейін келе харам сызығы немесе харам шекарасы деп аталады екен. Яғни Ібліске, жын шайтанға кіруге харам деген мағынаны береді. Қазіргі кезде Мекке шаһарының айналасында харам сызығы деген атау бар. Мұсылмандар жапан далада жалғыз қалса, немесе түнейтін болса, айналасын сызып, Құраннан үзінді аяттар оқып, үшкіріп, сосын барып жатады екен. Уақыт өте келе осы әдіс ырым тыйымдарға айналады. Кейбір діни кітаптардың баяндауынша, адам ата ұрпағына кім түзде түнейтін болса, айналасын сызып қойсын, жын шайтаннан аман болады деп өсиет қалдырған екен.